Қазақ атамыз бекер айтпаған, ата-ана баласына қандай тәрбие береді, соны балалар алып шығады. Мынау ата-анасына көп ренжіген балалар бұл көбіне бала кезде өте көп таяқ жеген ата-анасынан. Сосын өте көп жауапкершілік артып тастаған. Әсіресе мына бірінші үлкен балалар болады ғой, қыз бала болсын, ұл бала болсын, әбден жауапкершілікті артып тастайды. Сен осы үйдің үлкенісің, сен бауырларыңа қарау керексің, інілеріңе қарау керексің, жаңағы үйдің жұмысын барлығын жасау керексің, сабағыңды да оқу керексің, бәрін артып, үлкен балаға кәдімгі өздерінің де жауапкершіліктін артып тастайтын ата-аналар бар. Сол кезде үлкен балалар травма алады. Ол үлкен балаларға өте ауыр. Ол да бала ғой, кішкентай, бірақ оған ата-аналары бала сияқты қарамайды, бір кәдімгі үлкен кісі сияқты қарайды. Сөйтеді да жауапкершіліктің бәрін арта береді. Одан кейін ол жауапкершілікті бала істей алмай жатса, оған ұрсады, ұрады.